Таңертеңгі шуақты күн. Екі дос, Санжар мен Айдар, мектепке қарай асығады. Бірі білімге сенеді, екіншісі телефонға тәуелді. Күндер зулап өтеді. Санжар оқиды, армандайды. Айдар телефонын қимай, уақытын жоғалтады. Көп күткен күн келді. Санжар сабырла, Айдар қобалжула. Барлығы өз еңбегінің нәтижесін көреді. Грант нәтижесі шықты. Санжар қуануда, қалаған мамандығына түсті. Ал Айдарда өкініш бар, себебі мамандығына балы жетпей қалды. Санжар арманына жетті. Айдар үнсіз отыр. Уақыт өткен соң өкініш қалады. Бұл видеоның мағынасы: уақыт ең қымбат байлық. Оны дұрыс пайдалану қажет. Бүгін тырыссаң, ертең жемісін көресің.